Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған әлеуметтік желідегі флешмоб эстафетасын группаласым әрі Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің баспасөз хатшысы Ақмоншақ Мақсотқызынан қабыл алдым. Тәуелсіздік жылдарында қазақстандықтардың маңызды оқиғалары мен жеткен жетістіктері әрине аз емес. Соның ішінде мен өз басымның жеткен жетістігі мен маңызды оқиғасына тоқталып өткім келеді. Менің ең басты жетістігім ол Орал қаласындағы ойып тұрып орын алатын дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмір 11-ші облыстық қазақ мектеп-интернат кешенінің түлегі атану. Сол кешеннен алған білімімнің арқасында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне оқуға түстім. Сол жерде жүріп, елімізге белгілі ғалымдардан, профессорлардан тәлім-тәрбие алдым. Содан кейін Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіне магистратураға түсіп, сол жерде Серікқали Ғабдешұлы, Абат Сатыбайұлы, Ағзия Әділқызы, Ұлдай апай сияқты профессорлардың алдынан дәріс алдым. Осындай керемет жетістіктің арқасында мен күні бүгін Ақтау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі қызметін атқарып жүрмін. Осы айтылғандардың барлығы адамның емес, Алланың қалауымен болары сөзсіз. Осы эстафетаны өзіміздің мектебіміздің директордың орынбасары Ринат Нұрланұлына, биология пәнінің білікті маманы Бекмұхамбет Қазмұхамбетұлына, қазақ тілі пәнінің мұғалімі Жаннұр Қалбайқызына, физика пәнінің мұғалімі Анар Болатбекқызына жолдаймын.